6.07.501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша лекциялар. Бүгінгі лекциямыз 3-ші дәріс жүзім өңдеудің жалпы технологиясы және шарап материалдарын алу. Бүгінгі талқыланатын лекцияның жоспары жалпы сипаттама жүзім өндірісіне байланысты, шарап классификациясын талдау және шарап өнімінің тағамдық құндылығын сараптау. Ғалымдар шарап өнеркәсібіне арналған жүзім сапасына қойылатын талаптарды жоғарылатуда көп еңбек атқаруда. Бұл талаптар жүзімдегі қанттарды, органикалық қышқылдарды, фенол қосындыларын, азотты заттарды, ақуыздардың полисахаридтерін, ферменттерді, дәрумендердің микроэлементтерін және басқа да заттарды зерттеу керектігін жүзеге асыруда. Жүзімдегі эфир майларының мөлшері ауа райына байланысты және де ол жүзімнің қабығында өте көп жиналады. Жүзімнің пісуіне байланысты эфир майы көбейеді, аса пісіп кеткен жүзімде оның мөлшері азаяды. Осыған орай ашыту процесінің температурасы неғұрлым жоғары болған сайын, ондағы хош иісті заттардың азаюы арқылы өнімнің сапасы нашарлайды. Жүзімнің бояуы болады, яғни жүзімнің бояуының екі сорты бар. Бірінші тобына сортына жататын жүзімнің сыртқы қабығы боялған да іші түссіз болады, ал екіншісі түгелдей боялған болады. Осыған орай жүзімнің бояғыш заттары оның жетілуіне байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, кабарне сортында жүзімнің қабығында 2,5-2,8%, ал сепарадиде тұқымында 5-6%-ға дейін бояғыш заттары болады, яғни жүзімнің пісілу деңгейіне байланысты. Көп ғалымдардың зерттеуі бойынша жүзімнен шырындар бөлуде вект, яғни 5 экстрактор виникатор аппаратында қолданылады, себебі бұл технологиялық тұрғыдан көрсеткіштері шнекті аппараттардан жоғары сапалы өнім алуға септігін тигізеді. Сіздердің назарларыңызға шарап алудың технологиясы көрсетіліп отыр. Бірінші жүзімді қабылдау, жүзімнің ягода, яғни жүзімнің бөлшектеу, сульфитация, яғни езгілеу, езгілеуден сусла алу, сол сияқты жаңағы ашытқы жасау, содан кейін сусланы суыту алдында біраз суыту, сульфитациядан өткізу, содан кейін мынау алынған қоспа, мезга, суслан барлығын пресстеуден өткізу. Бұл технология шарап негізгі натуралды шарап алу технологиясында қолданылатын технология болып есептелінеді. Келесі, бұл да шарап алудың технологиясы. Бұл жерде қарасаңыздар, көбінесе мезганың және сусланың ашуы, бөлінуі, ашылу деңгейіне байланысты ажыратылуы. Бұл технологияның ерекшелігі ақ және қызыл мезга, яғни жүзім сорттарына байланысты алу технологиясы да түрлі болып есептеледі. Енді келесі шарапты дегустация жасағанда көбінесе біз органолептикалық баға беру арқылы жүргіземіз. Органолептикалық бағалау дегеніміз бұл сезім органдары, яғни иіс арқылы, тіл арқылы біз сапасын анықтауды айтамыз. Енді шараптың классификациясына келетін болсақ, жүзім шарабының классификациясы бойынша шараптың негізгі көрсеткіштеріне бұл көмір қышқылы кіреді, сірке қышқылы, қант, спирт және шараптың бояуы жатады. Халықаралық жүзім және шарап ұйымдардың ұсынысы бойынша шараптардың келесі классификаторлары ескеріледі. Бірінші классқа, яғни бірінші категорияға бұл хош иіссіз сорттардың ақ шараптары, екінші категорияға хош иіссіз сорттардың қызыл шараптары, үшінші категорияға хош иіссіз сорттардың қызыл шараптары, төртінші категорияға
түске байланысты емес хош иісті сорттардың шараптары. Бұл көбінесе мускат өнімдеріне, савион өнімдеріне жатады. Екінші класс, негізгі класс өнімдеріне жатады. Бұл 5-ші категория, яғни сары шараптар. 6-ші категория арнайы шараптар, байытылған, спирттелген, ашытылған, шырын консистенциялары қосылған шараптар жатады. Бұл шараптардың, аталған шараптардың классификациясы олардың физикалық химиялық қасиеттеріне байланысты өзгертіліп отырады. Енді келесі бұл технологиясының бірі шырынды және сығындыны ферменттеу. Егер біз оның алдындағы схеманы қарайтын болсақ, бұл әдіс бар. Шырында гидролитикалық және тотығу реакциялары міндетті түрде өтеді. Тотығу процестері полифенолоксидаз, пероксидаз, аскорбиноксидаз, оксидаз қышқылдарының әсерінен түзіледі. Тотығу процестеріне бірінші иленетін және бояғыш заттар ұшырайды. Сол себептен тотығу тұрақтану ортасы жоғарылайды. Шырынның және шарап материалдарының қышқылдылығын тұрақтандыру. Шарап өндірісінде қышқыл сапасы ең бірінші рөл атқарады. Яғни ол шараптың дәміне байланысты, атауына байланысты, микробтық ауруларына лайланып кетуі негізіне қышқылдылығына байланысты болады. Яғни негізгі сапалық көрсеткіші болып табылады. Жүзім шырынның ашуы қалай жүргізіледі? Бұл көбінесе таза мәдени ашытқылар, яғни спиртті ашу процесі қоздырады, және шарап өндірісінде бұл әдіс кеңінен қолданылады. Спиртті ашу процесінде глюкозадан екі өнім алынады, ол этил спирті және көмір қышқыл газы. Ал екінші аралық өнімдер бұл глицерин, янтар қышқылы, сірке қышқылы, ацетальдегид, лимон қышқылы және эфирлер алынады. Ақ шараптар алу технологиясы барысында қандай да жүзім қолданылмаса да, жүзім қабығындағы бояғыш және экстрактивті заттардың сұсылығы көп мөлшерде түсіп кетпеуін қарастырады. Өңделген және жетілдірілген шараптық материалдар тұтыну бойынша толығымен тұтынушы сұранысын қанағаттандыру үшін арнайы купаждау әдісі қолданылады. Енді жетілу мерзімі біткен соң дайын шараптар арнайы құбырларға құйылады. Бұл көбінесе шиша ыдыстары қолданылады. Ал енді жүзім шараптарының ерекшелігін талдайтын болсақ, табиғи шараптарды сусылауға қант спиртін қоспай жартылай және толығымен ашыту нәтижесінде алынады. Қантты толығымен ашыту барысында құрғақ шараптар өндіріледі. Технологиялық ерекшелігі жүзім сусылаусын мезгада гребендермен бірге бақтық ыдыстарда, яғни жерге көміп ашытады. Бұл көбінесе дәстүрлі әдіс болып есептелінеді. Мезгі шарап өңдеу үшін пайдаланатын жүзімнің жаншылған қоспасы, яғни жүзімді жапырағымен, сабағымен қосып жаншылау процесін біз мезгі аламыз. Тәулігіне 3-4 рет сусылоны, яғни сұйықтық жаңағы езілген барлық қоспаны мезгамен араластырылады. Табиғи жартылай құрғақ және жартылай шараптардың, тәтті шараптардың, сусылоның немесе мезганың қанттарын, құрғақ шарап материалдарын спирт қоспай, сусылоны консервілеп, одан кейін купаждау арқылы жартылай шарап алуға болады. Бұл шараптар биологиялық тараптан тұрақсыз болады, өйткені онда микроорганизмдер тез дамиды. Өнімді уақытылы тұтынбаған жағдайда шарап тез ашып кетуіне әкеп соғады. Жартылай құрғақ және жартылай тәтті шараптарды алудың технологиясының ерекшеліктері. Технологиялық үдеріс барысында құмыраға құйғаннан кейін пайда болатын қант, спирт мөлшерін қажетті нормаға жеткізу үшін ашыту үрдісін тоқтатып отыру керек. Негізі ашыту процесі ол үздіксіз жүргізіліп отырады.